Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сауыр тарбағатай. Сабақтың мақсаты ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Енді грамматикалық бөлімінде қойылатын мақсат тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Енді балалар, оқулығымызды ашып 16-шы бетті бірінші жаттығуды табайық. 16-шы беттегі бұл жерде бізде мәтін берілген балалар. Мәтінмен жұмысты бастамастан бұрын алдымызда қандай жұмыс атқарады екенбіз? Дескриптормен танысып алайық. Мәтінді түсініп оқиды, ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы анықтайды. Енді ондай болатын болса, бірлесіп жұмысымызды бастаймыз балалар. Берілген мәтінді мұқият оқып тыңдап отырайық. Тау іші. Ұшқан құс, жүгірген аңнан өзге тіршілік белгісі білінбейді. Жаз жәрмеңкесі тарқап, таулы өлкеге қоңыр күз қонақтаған. Аспан да, жер де сұп-сұр. Жапырақтар сарғайып, өсімдік атаулы күзгі ызғырық желге елбеңдей бас ұрып, тәубеге келген сопыдай күбірлейді. Тек қия жартастарды жарып шыққан қайсар қарағайлар ғана өңін бермей, тәкаппар басын тік ұстап, көкке шаншыла қарап тұр. Сай-саладан құлай ағып жатқан көк қасқа бұлақтар жаздағыдай шу салып, асып таспай, салқын сабырмен жуасып қана сырғиды. Бұл тарбағатай сілемдерінің бір-бірімен ұшарласа келіп, күрт көтерілген тұсы. Нардың жалғыз өркешіндей болып, көзге алыстан шалынады. Міне балалар, бізге Қабдеш Жұмаділов шығармасынан осындай үзінді берілген. Енді үзіндіні өздерің тыңдай отырып, оқи отырып, қандай ойға келдіңдер? Стильдің қай түрі қолданып тұр екен осы жерде? Ауызекі сөйлеу стилі ме, жоқ әлде көркем сөйлеу стилі ме? Сендер дұрыс тапты деген ойдамын балалар. Бұл жерде көркем сөйлеудің стильдік ерекшелігі, яғни стилі қолданылып тұр. Жақсы, ондай болатын болса, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде балалар грамматикалық тақырып дефис арқылы жазылатын сөздер. Яғни қазақ тілінде біз қандай жағдайларда дефисті жазады екенбіз? Өткен сабақта біз сендерге айтқан болатынбыз, дефис пен сызықшаның айырмашылығы неде деп. Енді бүгін жазылу емлесі. Қосарлама және қайталама қос сөздер дефис арқылы жазылады. Мысалы, ата-ана, қайта-қайта. Атақ дәреже, мамандық атаулары. Мысалы, вице-министр. Қосарлы айқындауыштар дефис арқылы жазылады. Мысалы, мектеп-интернат. Реттік сан есімдер цифрмен жазылса, онда дефиспен жазылады. Мысалы, 58-ші үй, 6-шы сынып. Ақ, ай, ау, ды, ты, мыс шылаулары да дефис арқылы жазылады. Мысалы, айтқанды, баламай деген сөздердегі ды, ай, шылаулары дефис арқылы жазылады. Күшейтпелі шырай. Біз сендермен сын есімнің күшейтпелі шырайын жақсы білеміз, балалар 5-ші сыныптан, бастауыш сыныптан да. Міне, күшейтпелі шырай күшейткіш буын арқылы жасалады деген жолын білеміз балалар, солай ғой. Яғни сол жердегі сап-сары, жап-жасыл, жап-жақсы сөздерінің барлығы да, яғни буындар, күшейтпелі буындар дефис арқылы жазылады. Енді мынадай бір ескертуді есте ұстауымыз керек балалар. Рим цифрларынан кейін дефис қойылмайды. Мысалы, 3-ші том, 1-ші курс деп алатын болсақ. Жыл, ай, ғасыр, күннің ретін білдіретін сан есімдер араб цифрымен берілсе, дефис қойылмайды. Мысалы, 21-ші қазан, 2010 жыл, немесе 21-ші қыркүйек, 2020 жыл деп алатын болсақ, яғни бұл жерде біз дефисті қолданбаймыз. Енді балалар, осы ережені бекіту бойынша біз сендерменен
мынадай тапсырмаларды орындап шығайық. Бұл жерде де оқулықпен жұмыс балалар. Енді біз қандай дескрипторларға сүйеніп жұмысты атқарады екенбіз? Дефистің неге, қандай жағдайда қолданылғанын түсіндіреді. Бұл бізде 17-ші бетте берілген 3-ші жаттығуға қойылатын дескриптор. Одан кейін сан есімдерді цифрге ауыстырып, ережеге сай жазады. Яғни бұл 4-ші жаттығуды жазбаша орындау барысында қолданылатын дескриптор. Енді балалар 17-ші бетті ашыңдар оқулықтарында. Осы жерде бізде 3-ші жаттығуда мынадай тапсырма берілген. Сөйлемдерді көшіріп жазыңдар дейді балалар, бірақ біз сендермен ауызша орындап шығайық. Дефистің неге, қандай жағдайда қолданылғанын түсіндіріп отыруымыз керек. Ондай болса, менімен бірге қатар жұмыс істеп отырасыңдар деген сенімдемін. Бірінші сөйлем. Артына қайта-қайта қарап, әлдекімді ыммен шақырады. Бұл сөйлемде дефис қай жерде қолданылған балалар? Қайта-қайта сөздері. Қайта-қайта бұл қай ереженің қай бөліміне сүйеніп тұр? Сәйкес келіп тұр. Яғни қайталама, қос сөздер. Сол себепті дефис арқылы жазылады. Төбедегі қап-қара бұлт шатыр-шұтыр етіп, найзағай ойнай бастады. Бұл сөйлемде екі жағдайда дефис қолданылып тұр. Қап-қара, шатыр-шұтыр. Яғни қап-қара бұл жерде күшейтпелі шырай болғандықтан күшейткіш буын дефис арқылы жазылып тұр. Шатыр-шұтыр бұл қосарлама, қос сөздер. Дефис арқылы жазылады. Келесі сөйлем. Қазақ халқы шашты ертеден ақ жоғары бағалаған және оған байланысты атқаратын әдет ғұрыптары бар. Бұл жерде де бізде, бұл сөйлемде де балалар бізде екі жағдайда қолданылып тұр дефис. Ертеден ақ деген кездегі ақ, шылау. Жаңа біз немен айтып кеткен болатынбыз ережеде балалар, иә? Ақ шылауы дефис арқылы жазылады деп. Әдет ғұрыптары. Бұл қосарлама қос сөз болғандықтан дефис арқылы жазылады. Келесі сөйлем. Есігінің алды түгел көк темір, қашан көрсең соны терлеп тепшіп көтеріп жатқаны. Бұл сөйлемде бізде дефис терлеп тепшіп деген сөздердің арасында келіп тұр. Яғни бұл қосарлама сөздер болғандықтан дефис арқылы жазылады. Барлықтарын осылай орындай алдыңдар деген ойдамын балалар. Енді келесі тапсырма 4-ші жаттығу. Бұл жерде балалар бізде деңгейлік тапсырмалар берілген. Соның бірінші деңгейін сыныпта орындауымыз керек. Бұл жерде беріліп тұрған тапсырма төмендегі сөзбен берілген сан есімдерді цифрге ауыстырып, ережеге сай жазыңдар дейді. Берілген сөздер: 1 мамыр, 20-30-дан, 2 курс, 120-дай ұлт өкілдері, 9 сынып, 5-6 оқушы, 21 ғасыр, 556 студент, 100-ден 2-ден 1. Енді міне осы жаттығуды өздігімізбен орындап шығамыз. Бұл өздік жұмысы балалар. Жаңағы ережеге сүйеніп отырып жазамыз. Яғни 1 мамыр, жаңа біз айтып кеттік, ай, күн, жыл, егерде аттарында араб цифрымен жазатын болсақ, онда нені қоймаймыз деп айттық балалар, иә? Дефисті қоймаймыз дедік. Яғни 1 мамыр деген кезде дефис қойылмайды. Оны бірді санмен жазамыз, бір деген санменен мамыр деген сөзді қасына жазамыз. Яғни арасына дефис қоймаймыз. Мені өйстіп әрі қарай басқа сөздерді түгіл жазып шығуларын керек болады. Келесі тапсырма балалар. 2-ші деңгейі осы 4-ші жаттығудың. Ол үйге берілетін тапсырма сендерге. Бұл жерде сендер балалар көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып,
көшіріп жазуларын керек берілген сөйлемдерді. Бұл жерде берілген сөйлемдер мақал мәтелдер, және осы мақал мәтелдерді жаттап аламыз. Беріліп тұрған дескрипторлар көп нүктенің орнына қажетті сөздерді дұрыс жазады. Дефистің қолдануын ережеге сай түсіндіреді. Мақал мәтелдерді жаттап алады. Енді дефистің қолдануын ережеге сай түсіндіреді дегеніміз балалар, бұл жерде бізде қажетті сөздердің барлығы дефис арқылы жазылып тұрған сөздер. Көре-көре, ар-ұят, ерте-кеші, сөйлей-сөйлей. Міне осындай 4 қажетті сөз беріліп тұр. Соны мақал мәтелдерге өзінің орнына дұрыс қойып жазып, ережеге сай жаңа алдында орындаған тапсырмадай түсіндіру жұмысын орындайсыңдар да мақал мәтелдерді жаттайсыңдар. Бұл үйге берілетін тапсырма. Енді бүгінгі сабақ бойынша балалар, сендерден мынадай бір кері байланыс алғым келеді. Бағдаршам әдісі бойынша кері байланыс берсеңдер дұрыс болушы еді бүгінгі сабаққа балалар. Яғни, егерде қызыл түспен белгілейтін болсаңдар бүгінгі сабақты, яғни бүгінгі сабақты мүлдем түсінбедім дегендерің. Бірақ бұл жерде сендер нақты ашып көрсетсеңдер, не түсінбегендеріңді. Сары түспен белгілеген болсаңдар, онда бүгінгі сабақты орташа түсіндім дегендеріңді мен солай қабылдаймын. Яғни, бұл жерде де сендер нақты нені түсінбегендеріңді көрсетіп кетулерің керек балалар. Ал енді жасыл түспен белгілейтін болсаңдар бүгінгі сабақты, яғни бүгінгі сабақты түсіндім дегендеріңді білдіреді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңдар.